Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің алтын оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге қамыры езілмейтін, жыртылмайтын, өте дәмді манты жасап көрсететін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге су қажет болады. 2 пиала суымызды құйып алатын боламыз. Және де оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Одан соң дәміне қарай тұзымызды салып, тағы да бір араластырып алатын боламыз. Бұл жерде судың температурасы маңызды емес, яғни жылы су немесе салқын су болуы. Мен салқын суды құйып қолдандым, және де қолымыздың көмегімен барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап қоямыз. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар, және де яғни дайындап қойған жаңағы суымызға ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен қаттылау қамыр илеп алатын боламыз. Міндетті түрде мантының қамыры қатты болғаны дұрыс. Себебі пісу барысында қамырымыз езілмей, жыртылмай, өте әдемі болып пісіп шығатын болады. Мінекей, осымен біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осы видеоның астына описание бөліміне толық құрамын жазып қоятын боламын. Міндетті түрде сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Дайын болған қамырымызды 20 минут немесе 30 минутқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Сол уақыт аралығында біздер салмасын дайындайтын боламыз мантының. Ол үшін бізге пияз қажет болады. Біздің мантымыз сочный болып пісу үшін пияздың көп болғаны маңызды. Сондықтан мен пиязды барынша көбірек, молырақ саламын. Себебі, яғни мантымыз пісу барысында сочный болып, өте дәмді болып пісіп шығады. Сондықтан міндетті түрде пиязды барынша көбірек қолданғандарыңыз дұрыс. Содан соң осылай ұсақтап, турап шығатын боламыз. Мінекей, мен барлық пияздарды қолымның көмегімен, яғни пышақтың көмегімен осылай ұсақтап, майдалап, турап алдым. Енді осының үстіне фаршымызды саламыз. Мендегі фарш қой етінің фаршы, яғни дүкеннің дайын фаршын қолдандым. Содан соң қалауларыңыз бойынша құйрық май немесе іш май қолдансаңыздар болады. Ал егер де үйлеріңізде құйрық май немесе іш май жоқ болатын болса, онда сұйық майды қолдануға болады. Міндетті түрде майды қолданыңыздар, яғни мантылеріңіздің дәмді болуы тікелей осы майларға да байланысты. Қосатын болсаңыздар өте дәмді, сондай сочный болып пісіп шығады. Содан соң дәміне қарай бұрышымызды, тұзымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, менің арнамнан кез келген тағам түрлерін, яғни ыстық тағам, салат, сонымен қатар тәтті рецепттердің, торттардың, пирогтардың түрлі рецепт түрлерін таба аласыздар. Менің арнамды жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біздің қамырымыз 30 минут аралығында тындырылып дайын болып тұрды. Енді біз осы қамырымызды, яғни мен 4 мантаваркаға дайындаймын. Сол үшін қамырымды 4-ке бөліп алдым. Бөліп алған қамырларымызды осылай қолымыздың көмегімен біздер, яғни зуала деп айтаймыз, осылай зуала жасап алдым. Ал ендеше біз қамырымызды жаюды бастайтын боламыз. Ұнымызды себе отыра, оқтаудың көмегімен осылай қамырдың 2 шетін баса отыра, қамырымызды жұқа етіп жайып алатын боламыз. Міндетті түрде мантының қамырын жұқа етіп жайсаңыздар, сонда біздің мантылеріміз өте ерекше дәмді болып шығатын болады. Сол үшін міндетті түрде барынша қамырды жұқа қылып жайғандарыңыз дұрыс. Мінекей, менің қамырым өте жұқа, сондай әдемі болып, яғни үлкен қамыр болып жайылды. Міндетті түрде осылай жайыңыздар, дәл видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай. Ал енді жайып болған қамырымызды кесіп шығатын боламыз. Ал ендеше қамырымызды жайып алғаннан кейін дәл видеодағыдай қамырдың бірінің үстіне бірін біріктіре отыра пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз.
4 немесе 5 бөлікке пышақтың көмегімен осылай кесіп алатын боламыз. Кесіп алған қамырларымызды тағы да осылай, яғни 4 бұрышты етіп, бірдей барлығын кесіп дайындап алатын боламыз. Алдын ала барлығын осылай дайындап кесіп алдық. Енді біздер ішіне салмасын салып, мантымызды түйуді бастайтын боламыз. Әр ас үй бикесінің дайындау әдісі әртүрлі болғандықтан мен сіздерге өз әдісімен бөлісіп жатырмын. Салмасын салып алғаннан кейін дәл видеодағыдай барлық мантылерімізді осылай түйіп шығатын боламыз. Ең оңай, ең қарапайым әдіс. Міндетті түрде мен көрсеткен әдіс бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жасап жақындарыңызды, балаларыңызды қуантып қойыңыздар. Барлық мантылерімізді алдын ала түйіп дайындап алғаннан кейін мантоваркамызға салып 45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің 45 минут аралығында мантымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте сочный және де қамыры езілмей, жыртылмай пісіп шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Құрметті көрермендерім, назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Барлықтарыңызға ас болсын.